Бәріне сәлем, бұл видеода біз Сантаның киімін тігетін боламыз. Балалар курсындағы лекаланы пайдаланып, мен 3 жасар балама тігетін боламын. Ендеше бастайық. Бізге қажетті құралдар ақ түсті және қызыл түсті мата. Мен осы жолы флис матасын алдым. Сіздер бархат сияқты немесе трикотаждың басқа түрлерін алсаңыз болады. Біз лекаламызды бірден матаның үстінде түрлендіретін боламыз. Сол себепті матаны оң жағын ішіне қаратып, теріс жағынан үтіктеп аламыз. Содан кейін қызыл матаны алып келеміз. Ең бірінші үстіңгі бөлікті пішіп аламыз. Өзімізге қажетті матаның көлемін осылай бүктеп аламыз. Мінекей лекала мына жерге еркін сыяды. Мына төмен жағынан 10 сантиметрді есептейміз. Осы кезде матаның қисық жерлерін бірден осылай сызып белгілеп аламыз. Осы жерден 10 сантиметрді белгілейміз. Алдыңғы бойды алып келеміз. Жан-жағынан 1 сантиметр қалатындай етіп түйрейміз. Мына жерге ешқандай қосымша бермейміз. Артқы бойды алып келеміз. Мына бүктелген жерге мына лекаланың шетін жатқызамыз. Мына шеттен 1 сантиметр қалатындай етіп түйрейміз. Төмен жағынан 10 сантиметр сызамыз. Матаның теріс жағын шатастырып алмас үшін осылай белгі қалдырамыз. Мына жердегі 1,5 сантиметрді қиып тастаймыз. Бізде бұл жерде арнайы жаға болады. Жоғары жағына тігіске ешқандай қосымша бермей, жан-жағына 1 сантиметр беріп қиып шығамыз. Енді қызыл матадан бірден шалбарымызды пішіп алайық. Өзімізге қажет ұзындықты белгілеп алып, мына жоғары жағын түзулейміз. Түйрейміз. Қызыл матадан барлық бөліктерді қиып алдық. Енді ақ матадан өзімізге қажетті манжет, жең етектерін қиып алайық. Матаның оң жағы ішінде, теріс жағынан үтіктеп аламыз. Алдыңғы артқы бойды алып келеміз. Бізге мына жерге манжет пішіп алу керек болады. Бізге дайын түрінде 4 сантиметр қажет. Оны 2 еселейміз 8, 2 сантиметр тігіске 10 сантиметр болатын ұзындығы мына аралыққа тең бөлікті қиып аламыз қазір. Төменгі бөлігі дайын. Енді алдыңғы бөлікті алып келеміз. Ол кезде матамызды тігінен қоямыз тура осылай. Мына кромканың тесіктері біткен жерден бастап 10 сантиметрді есептейміз. Төмен жағына 4 сантиметр қосымша береміз. 4 сантиметр қосқанымыз ол біздің манжетті есептегеніміз. Шатасып кетпейміз. Мінекей осылай дайындап, осылай қоямыз. Қазір осы бөліктерді ғана қиып аламыз. Содан кейін киімімізді жинағаннан кейін мойнын өлшеп, өзімізге тағы да қажетті мойынға арналған жағаны қиятын боламыз. Енді жеңді алып келеміз. Бұл жерде де 10 сантиметрді қиямыз. Осылай тақап қойып, 1 сантиметр асырып қиямыз. Енді шалбар балағын алып келеміз. Бұл жерде де бірден 10 сантиметрді есептеп сызып аламыз осылай. Алдыңғы бойды, артқы бойды алып келеміз. Бізде мына жердің аяқталуы керек. Біз осы жерден 1 сантиметр төмен сызып қисақ жетеді. Шалбардың балағын қиған кезде менде белімізге резинкені қызыл матадан қимаған есіме түсті. Қазір соны қиып аламыз. Мен шалбардың беліне осы ені 4,5 сантиметр болатын резинкені қадаймын. Менде үйде осы ғана бар екен. 4,5 сантиметрді 2 еселейміз 9. 9-ға тігіске 2 сантиметр береміз 11. Және еркіндікке 5 мм берем. 11,5 сантиметрді қазір сызып аламыз. Ал шалбар ұзындығын мінекей осылай анықтай саламыз. Мына жерден 1 сантиметр асырып қисақ болады. Мінекей осылай біз Сантаға қажетті барлық бөліктерді матаға пішіп қиып алдық. Енді свитшотты қалай жинадық, тура солай жоғарғы бөлік жинаймыз, және шалбарды қалай бұрындап піштік, Сантаның шалбарын да тура солай тігетін боламыз. Жоғарғы бөлікті алып келеміз, барлық бөлікті ретімен жинаймыз. Тігін машинасында тігіп аламыз, содан кейін оверлоктаймыз. Оверлок жоқ болса, зигзагтаймыз. Алдыңғы артқы жең бөліктерін қосып тігіп алдық, оверлоктадық және тігісті мына жеңге қаратып үтіктедік. Енді жан тігістерін қосатын боламыз.
Енді шетіне 1 см жеткізбей тігін машинасында тігеміз, содан кейін тігісті оверлоктаймыз немесе зигзагтаймыз. Жан тігістерін қосып тігіп алдық, оверлоктадық, тігісті артқы бойға қаратып үтіктедік. Енді бізге жеңнің манжетін және мына төменгі жақты тігу керек болады. Жеңнің манжетін алып келеміз, оң жағын ішіне қаратып, шетін тігіп аламыз. Подбордты алып келеміз, оң жағын ішіне бүктеп, бір қысқа енін тігіп аламыз. Шалбардың балағын алып келеміз, оң жағын бір-біріне қаратып, қысқа енін тігін машинасында тігіп аламыз. Тігіп алғаннан кейін припускты жұқартамыз, осылай тігіске 2 мм жеткізбей, припусктың әр жағынан осылай қысқартамыз. Екіге бүктейміз. Теріс жағын ішіне қаратамыз. Осылай екі бүктейміз. Шетіне 1 см жеткізбей тігін машинасына тігіп, оверлоктап аламыз. Манжеттерімізді алып келеміз. Мына тігісі бар жаққа тақап жатқызып, осылай ішіне салып түйреміз. Айналдыра тігіп аламыз. Манжеттерімізді оверлоктап тігіп алдық, тігісті киім жаққа қаратып үтіктедік. Мінекей, оң жағынан осындай әдемі жең шығады. Енді бізге ары қарай жалғастыру керек болады. Мына алдыңғы бойға ақ бөлікті тігетін боламыз. Подбордты тігіп алдық десек те болады. Мінекей, дайын күйінде осындай болады. Енді бізге мойынды айналдыра өлшеп алу керек болады. Сантиметрлік таспаны аламыз. Мына жерден бастап, мына ақ матадан бастап өлшейміз айналдыра. Мінекей 51,5 сантиметр. Осы шыққан санға 3 сантиметр қосымша беріп, матаның ұзындығын шығарамыз. Ені 10 сантиметр. Мойынға арналған матаны қиып алдық. Мынау бізде теріс жағы. Теріс жағын ішіне қаратып, оң жағы сыртында осылай теңдей екіге бүктейміз. Осы түзу матаны біз қазір осылай дөңестеуіміз керек болады. Үтік үстеліне барып, мына бүктелген жерді осылай жинайтын боламыз. Ол үшін матамызды осылай қойып аламыз. Үтікті осылай басып тұрып, мына матаны осылай жылжытамыз. Түзу матадан мінекей осындай мойынның формасын бердік. Бағанағы біздің мойнымыз 51,5 сантиметр болған. Енді осы жерден 51,5 сантиметрді есептейміз. Ол дегеніміз 52 деп ала берейік. 26 сантиметр, мінекей. Артық 5,5 сантиметрді қиып тастаймыз қайшымен. Содан кейін мына бөлікті оң жағын ішіне қаратып, шетіне 5 мм жеткізбей тігіп аламыз. Тіккен кезде тура 4 бұрышты емес, кішкене дөңестеу етіп тіксек болады. Мінекей мен тіке тігіп келіп, кішкене мына жағын дөңестеп жібердім, әдемі тұру үшін. Енді осылай оң қаратамыз. Киімімізге әкеп қосамыз. Мына центрмен, мына центрді байланыстырып түйреміз. Тігін машинасында шетіне 1 см жеткізбей тігіп аламыз, оверлоктаймыз. Мінекей мойнымызды киімге қосып тіктік, оверлоктадық. Оверлок тігісін төмен қаратып үтіктедік. Ішінен осылай көрінеді. Бізде мына жерде 3 сантиметрлік арақашықтық бар, яғни мінекей осылай жауып тұратындай. Сол арақашықтыққа сіз липучка жапсырып қойсаңыз болады. Мінекей әр жерлерінен 3-4 жерінен ашылып кетпес үшін. Және мына жағына жабысатын бөлігін тігесіз. Осылай сонда жауып қоюға болады. Оны тікпесеңіз де болады, белдік қосатын болсаңыз. Енді шалбарды тігейік. Шалбардың бөліктерін алып келеміз. Шатас кетпес үшін теріс жақтарын осылай белгілеп аламыз бірден. Алдыңғы бөлікті алып келеміз. Осылай оң қаратып жатқызамыз. Оған артқы бөлікті алып келеміз.
оң қаратып жатқызамыз. Яғни оң жағы ішінде, енді жан тігісімен ауын қосып тігеміз. Екі бөлікті тігіп алғаннан кейін бір бөлікті оң қаратамыз. Оң қаратылған бөлікті мына екінші бөлікке саламыз. Ау тігістерін беттестіреміз. Тігін машинасында тігіп, оверлоктаймыз. Ауын тігіп алдық. Мінекей шалбардың формасы шығып келе жатыр. Енді балақ жақтағы манжеттерді алып келеміз. Шалбардың ішіне саламыз. Шалбардың төмен жағына балағын қосып тігіп алдық. Тігісті киімге қаратып үтіктедік. Енді оң қаратамыз. Енді бізге мына жерге белдігін тігу ғана қалды. Белдік матасын алып келеміз. 1 сантиметр жеткізбей тігетін боламыз. Мына жерден 3 сантиметр ары қашықтықты тікпей қалдырамыз. Мына жерден тігіп келе жатамыз және мына жерден аяқтаймыз. Белдіктің қысқа енін қосып тіктік. Мінекей осындай ары қашықтық қалу керек және мына припустты жұқарттық кішкене. Енді теңдей 4 бөлікке осылай бормен белгі қойып аламыз. Киімімізді алып келеміз. Мінекей мындай тесігі бар жер, ол біздің мына ішкі жақта жатуы керек. Мінекей осылай байланыстырып түйреміз. Енді мына жерді тігін машинасында тігіп, оверлоктап, тігісті шалбарға қаратып үтіктейміз. Белдің бөлігін матаға қосып тіктік, оверлоктадық, тігісті шалбарға қаратып үтіктедік. Мінекей мына тесік қалады. Өзіміздің баламыздың белін өлшеп, резинкені қиып аламыз. Түйреуішті алып келіп, бағанағы қалдырған тесіктен өткіземіз айналдыра. Мына жерді қазір тігін машинасында тігіп тастайтын боламыз. Резинкені матаның ішіне толықтай кіргіземіз. Мінекей резинкемізді біркелкі етіп алғаннан кейін, мына тігісті қолмен түйреп жауып тастаймыз. Енді шалбарды кию барысында мына резинкеміз айналып кетпес үшін теріс жағынан мына тігістің үстінен бір тігіс жүргіземіз. Мінекей осымен біздің шалбарымыз да дайын болды. Өте сапалы тігілді және тігілуі өте қарапайым, оңай. Балалар курсы арқылы осындай санта киімін әр жасқа тігіп қойып, прокатқа беріп, немесе сатуға тіксеңіздер болады, солай табысқа шыға аласыздар. Видео пайдалы болды деген үміттемін. Сіздермен болған Гүлхан.